ты? Поиграем? С отцом? А я пойду на охоту. Хорошо, мам. Қуыршақ театрының жұмысы кішкентай көрермендерге бағытталғандықтан балалардың көңілінен шығу. Сондықтан ересектерге қарағанда кішкентай көрермендерге арнап спектакль қою қиын екенін айтқым келеді. Қуыршақ театры балаларды тәрбиелеудің ең тиімді құралы. Өнер ордасының табалдырығын аттағаннан-ақ бүлдіршіндер қиял ғажайып әлемге сапар шегеді. Бұл баланың кіршіксіз таза көңіліне сызат түсірмей, оларға сиқырлы ойыншық әлеміндегі жақсылық пен жамандық, зұлымдық пен жанашырлықтың ара-жігін ажыратуға септігін тигізіп, қиялын қанаттандыратын орын. Кішкентай көрерменге сыйқыр сыйлайтын сирек мамандық иелеріне жүктелетін жауапкершілік те зор. Театр сахнасында қуыршаққа жан бітіріп, түрлі образды ойнап шығу асқан шеберлікті қажет етеді. Ең маңызды нәрсе өз кәсібіңді жақсы көру және барынша шынайы болу. Едва зернышко оказалось в земле, вырос красивый волшебный цветок. Қуыршақ театры балалардың әдемі әлемін одан әрі ғажайып пен жақсылыққа толтыру үшін талмай еңбектенеді. Ал бұл жолда иненің жасуындай жасандылыққа жол беруге болмайды. Ең қиыны бүлдіршіндердің қызығушылығын ояту, тілсіз қуыршақты сөйлету, оның әр сөзіне кішкентай көрермендерді сендіре білу. Луч ворвется, и когда тот час пробьет, все в душе перевернется, тень придет. Шығарма бекітілгеннен кейін режиссер қандай образдармен жұмыс жасайтын, қандай мазмұнды көрсеткісі келетінін ойластыра бастайды. Сосын актерлар шығарманы оқып, өзінің дауыс ырғағына, табиғатына сай келетін кейіпкерді іздейді. Қуыршаққа жан бітіру ұзақ уақыт алады. Бірнеше жылдық тәжірибесі бар кәсіби актерлардың өзі бірнеше ай бойы күні-түні дайындалады. Саусаққа киетін қуыршақ, тросты қуыршақ, марионетка, планшет қуыршақ және бойлы қуыршақтар. Мұның барлығын қимылға келтіру техникасын тек актер емес, басқа да мамандар жетік меңгеруі тиіс. Жалпы бір спектакльді сахналау үшін сценаристтен бастап, жарық қоюшыларға дейін бірнеше адам еңбектенетін айта кеткен жөн. Бала үшін сүйікті кейіпкерін смартфоннан көріп, кітаптан оқу бөлекте, оны сахнадағы образ арқылы тануы мен түйсінуі мүлде бөлек дүние. Сондықтан мұнда қуыршақтың сыртқы бейнесіне ерекше көңіл бөлінеді. Суретші маған осы эскизді дайындап берді. Мен сол бойынша жұмыс істеймін. Маталардың үлгілерін қарап, дәл осы қуыршақ жасалатын материалды таптым. Біз қуыршақтың мінезін, жүріс-тұрысын, болмысын, жасы нешеде, ол қандай кейіпкер, мұңлы немесе көңілді, барлығын жан-жақты қарастырамыз. Алдымен режиссерге барып көрсетесің. Қуыршақтың қасын немесе көзін өзгерт, мынадай болсын деген ұсыныстарын айтып, образға толықтырулар енгізеді. Біз қашанда суретшілер мен режиссердің көмегіне жүгінеміз, ақылдасамыз. Сондықтан бұл ұжымдық еңбек екенін айта кеткен жөн. Түймедақ ертегісіндегі тағы бір кейіпкердің образын мамандар шебер жеткізе білген. Ну вот, пришлось таким его изобразить богатым. Такой кафтанчик. Бұл кейіпкердің дәулетті бай екенін жеткізу үшін мынандай шапан тіктім. Әрине қуыршаққа арнап киім тігу оңай емес. Кейде кішкентай қуыршақтармен жұмыс істеуге тура келеді. Образды бірнеше рет талқыға саламыз, кем-кетігін дұрыстаймыз, костюмы кең болса тарылтамыз. Актердің қуыршақпен жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасауымыз керек. Кейде бей қою керек болады. Қимылдатқанда қуыршақтың киімі шешіліп, немесе жыртылып кетпеу үшін мұқият тексеру қажет. Конечно, сложнее на кукол сшить. Сырт көзбен қарағанда оңай секілді болып көрінуі мүмкін. Бірақ жаны жоқ қуыршақты қолға алған кезде бөлек атмосфераны сезінесің. Мұнда әр детальға мән беру қажет.
Ну вот это, например, кукла сделана из поролона. Мысалы, мынау қуыршақ поролоннан жасалған. Көбіне біз төзімді материалдарды таңдаймыз. Өйткені гастрольдерге жиі шығамыз, жолда көп жүреміз. Егер ағаштан жасасақ, ол тасымалдауға ыңғайсыз болады. Оның үстіне поролонның жеңіл материал екені белгілі. Салмағы ауыр қуыршақтарды игеру актер үшін де қиын. В первую очередь смотрим на удобство актера. Қуыршақ театрының ерекшелігі бір кейіпкерді бірнеше актер сомдай алады. Қуыршақ театры артистері қуыршақтарды технологиясымен, сахналық нұсқасына қарай кейде тұрып, зерлеп немесе қолмен жүргізеді. Если большие спектакли, Кейбір спектакльдерді қойғанда қиындықтар туындайды. Тура мағынасында айтатын болса, қол жетпей қалатын кездер болады. Тіпті режиссердің өзі бір қуыршақты ұстап тұратын қойылымдары бар. Көлемі үлкен қуыршақтарды 3-4 адам ұстап тұрады. Біреу кейіпкерді сөйлетеді, енді бірі қол аяғын қимылдатады. Мұның барлығы суретшінің қиялына байланысты болады. эти куклы нам подадут, от этого зависит. Приключениям нас зовет, мы не знаем наперед. Балалар талғампаз, талапшыл көрермен. Сондықтан пьеса ертегі хикая немесе аңыз болсын. Ең бастысы спектакльде қойылатын материал қазіргі бүлдіршіндер үшін қызық болуы керек. Вообще дети не меняются, но меняется, не знаю, общество, все меняется, и приходится подстраивать. Балалар кіршіксіз ақ парақ сияқты. Олар емес, қоғам өзгеруде. Бізге заман талабына бейімделу керек. Өнер ізденісті қажет етеді. Қазіргінің бүлдіршіндеріне орманда жүрген қасқыр мен қоянды көрсетіп таңғалдыра алмайсың. Бүгінгі кішкентай көрермен жалмауыз кемпір дегенге сенбейді, қызықпайды, супермендерге ұқсағысы келеді. Ну, не знаю, куклы стараются тоже делать под их формат, например, там их герои. Обязательно, чтобы сюда выходили фиксики или еще. Театр жаңашылдыққа ұмтылады. Осы орайда балаларға жақын, таныс кейіпкерлерді сахнаға шығарамыз. Қуыршақ жасауда 3D принтерлерді ұтымды пайдаланып жүрміз. Бірақ бүлдіршіндер қай кезде де ертегіге құмар, ғажайыпты күтеді. Ну, сказки-то все равно остаются, верят в сказки, значит, дети есть дети. Талапшыл көрерменге қызықты болатын тақырып іздеумен іс бітпейді. Өйткені театр сахнасындағы кез келген қойылым адам жанына тікелей әсер етуші күш. Өнер ордасы қоғам санасының, оның мәдени иммунитетінің өсуіне қызмет етуді көздейді. Қазіргі уақытта планшеттер, ғаламтор мен түрлі гаджеттер туралы тақырып аса өзекті болып отырғанын айта кеткен жөн. Сондықтан таңнан кешке дейін компьютердің алдында отырған зиян екенін түсіндіретін, таза ауада қыдырып демалуды дәріптейтін, экологиялық мәселелерді көтеретін спектакльдер қоямыз. Сонымен қатар дәрумендердің ағзаға пайдасы туралы қойылымдар бар. Онда кішкентай көрермендерге газдалған сусындар ішсең, есте сақтау қабілетің төмендейді, ішің ауырады деген мәліметтер беріледі. Абай, Қобыланды сынды алып тұлғаларымыз туралы философиялық спектакльдерге де көрерменнің қызығушылығы жоғары. Богатырей известных. Театр өнер ошағы. Ол өскелең ұрпақтың бойына мәдениет, білім және ұлттық тәрбиені тартады. Көрермендерге әрдайым дұрыс бағдар көрсетіп, жол сілтеп отырады. Біз қазіргі қоғамды толғандырған қойылымдарды репертуарымызға жиі қоямыз. Кейіпкерлеріміз сахнаға шығып, көрермендерімізге күні бойы ғаламторда отырған жақсы ғой дейді. Сонда балада бірден жоқ деп жауап береді. Бірақ жоқ деп отырған баланың өзі компьютер ойындарын жақсы көруі мүмкін. Театрдың бір пайдасы, бұл жерден көрермен өзін табады. Астана қаласының Қуыршақ театрының репертуарындағы спектакльдердің тақырыбы да, стилі де бір-біріне ұқсамайды. Айтулы даталарға орай қойылатын спектакльдерде жеткілікті. Бастысы балалардың аудиториясымен тығыз қарым-қатынас, кері байланыс бар. Қуыршақ театрының қойылымдарына жиі келетін бүлдіршіндер спектакльдегі кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы жақсы мен жаманды, дұрыс пен бұрысты айыра білуді үйренеді. Приходит даже. Әрбір қойылым алдында көрермен мен аниматорлар жұмыс істейді. Ондағы мақсат артистер мен балалар байланысын күшейту, баланы спектакль тамашалауға дайындау, көрермендерге еркіндік пен көтеріңкі көңіл-күй сыйлау. Для детей маленького возраста есть. Бүлдіршіндерге арналған кішкентай қуыршақтар бар.
Бірақ баланы жалықтырмас үшін актерге кейіпкердің киімін кигіземіз. Олар балалармен сөйлесіп, түрлі сұрақтар қойып, көңілін аулайды. Спектакль туралы ойын түрінде түсіндіреді. Жалпы сахнадағы қойылымның орташа уақыты 40 минут. Кішкентай көрерменді жалықтырмай, залда ұстап тұру оңай емес. Сондықтан біз түрлі амал тәсілдерді қолданамыз. Қуыршақ театрының тарихы тереңде жатыр. Ежелгі Мысыр елінде мереке кезінде әйелдер қолдарына әр түрлі формадағы мүсіндер алып шыққан. Бұл мүсіндерді олар жіңішке жіптердің көмегімен қимылдатып, музыка ырғағымен билейтін болған. Мұндай дәстүр Сирия, Латын Америка елдерінде де кездескен. Ал ортеке қазақтың қуыршақ өнерінің бастауы. Ортеке арнайы жасалған тұғырға орнатылып, домбырашының саусағына жіппен байланады. Күйші аспапта ойнай бастағанда, саусақ қозғалысымен ағаштан жасалған тау еркелері билей жөнеледі. Ата ортеке, әке ортеке және бала ортеке домбыраны күйіне билеп, домбырада енді ойнай бастағанда жастарды шабыттандырады, қызығушылығын оятады және ойын сауықтың сәнін кіргізіп, әдемі көңіл күй сыйлайды. Ал кәсіби қуыршақ театры 1935 жылы Алматыда ашылған. Астанадағы өнер ордасына келер болсақ, бұл жас болса да талай фестивальдерге қатысып, сыншылардың жоғары бағасын алған театр екенін айта кеткен жөн. Қазақстанда шамамен 10-ға жуық қуыршақ театры жұмыс істейді. Астанадағы театр репертуарында қазақ, орыс және ағылшын тілінде қойылатын спектакльдер бар. Театр родился и родила, наверное, наша Құралай Каликетовна. Это наш режиссер, наша мама. Біздің театрдың ашылуы, қалыптасуы үшін Құралай Қаликетқызы аянбай еңбектенді. Ол қуыршақ театрын ашқан алғашқы әйел режиссер. Студент жастармен бірге еліміздің жүрегі Астанада театр ашуға бел буды. В годов в Алматинском кукольном театре я с ней работал. Потом она уехала сюда и решила открыть в Астане театр. Тиісті құжаттар дайындап, команда жинап біраз жүгірді. Бастапқыда жекеменшік еді, одан кейін бұл бастама мемлекеттен қолдау тапты. В столице не было бы государственного своего театра. Елордалық театрдың негізін қалаушы Құралай Ешмұратованың айтуынша, басты миссия театрға келушілерге әр қойылымнан өз іздеген жан тыныштығын сыйлау, ерекше көңіл күйге бөлу. Әлемге ата әйгілі данышпандардың соңына қалдырған бір нақылы бар. Ол өнерде ұлт болмайды. Өнер адамзатқа ортақ асыл қазына деген ұлағаты мол ұйғарым. Оған ешкім күмән келтіре алмас. Қай халықтың өнері болмасын, жалпы адамзатқа ортақ рухани қазынаны толықтыра түсетінін өмірдің өзі әлде қашан дәлелдеген. Сондықтан театр құрмет пен ұқыптылықты қажет ететін күрделі шығармашылық процесс.